Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, тез дайындалатын дәмді печеньелердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның сарысына қант және ваниль қантын қосып, жақсылап венчиктің көмегімен ағарғанша араластырамыз. Одан соң жұмсақ сары майды 2-3-ке бөліп, салып араластырамыз. Осы кезде шым тұзды қосып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып, електен өткізіп аламыз. Ұнның барлығын бірден салмай, 2-ге 3-ке бөліп салып араластырамыз. Қалған ұнды столдың үстіне сеуіп, қамырымыз қолға жабыспайтындай етіп илейміз. Біздің қамырымыз дайын, жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Енді оны 2-ге бөліп, әрқайсысын оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа қылмай, қалыңдығын 4-5 мм-де етіп жаямыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут сепсеңіздер болады. Бетіндегі кунжут шашылып кетпеу үшін оқтаумен тағы бір рет өтіп шығамыз. Мен осындай әртүрлі формалармен кесіп шықтым. Егер бұндай формалар болмаса, жай дөңгелек қылып немесе 4 бұрыш етіп кесіп шықсаңыздар болады. Қалған қамырды да жайып, формаларын кесіп шығамыз. Пергамент қағазы төселген противеньге орналастырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.